Алла тағаланың есімдерін үйрену. Әл-Қабид есімі нені білдіреді? Әл-Қабид Алланың бұл есімінің екі түсіндірмесі бар. Біріншісі тежеуші, кемітуші, екіншісі жандарды тежеуші. Алла тағаланың әрбір жаратылысының тағдыры ана құрсағында жатқанда да белгіленеді. Ешкім Алла тағаланың алдын ала белгілегенінен артық немесе кем алмайды. Алла тағала бізге ризығы мен азығын әр түрлі жолмен береді. Жаратқан ие өзінің әділ тәртібімен кімге қаласа, солардың игілігін азайтады. Алла елшісі салаллаху алейхи уә сәлем Алланың кейбіреулеріне аз ғана мұра беретінін, және бұл Алла тағаланың әл-Қабид қасиетін көрсететінін айтты. Біреулер бай, біреулер кедей, бірақ бұл Алланың жазасы емес, Алла тағаланың хикметі мен қалауын қамтитын, оның алдын ала жазған тағдыры. Жаратушы өз пенделері үшін ненің жақсы екенін өзі біледі. Аллах Қабид құдіретімен адамдардың жүрегін тоқтатып жанын алады. Алланың бұл есімі әрқашан тек басқа есімі әл-Басит есімімен тіркесіп қолданылады. Әл-Қабид кему, әл-Басит өсу. Әл-Қабид адамдардың жанын алатын, әл-Басит жанды денеге салатын. Осы есіммен Алла тағаладан несібенің ұзаруы мен өмір сүру ұзақтығын және берекетін сұрауға болады. Алланың әрбір есімі оның кемел қасиеті, оған деген сүйіспеншілігіміз бен ол туралы білімімізді күшейтеді. Біз жаратушы иемізді оның керемет қасиеттерінің арқасында білеміз, және оны мадақтау мен алғыс айтуды тоқтатпаймыз. Әл-Қабид ұстау Мұхаммед пайғамбарымыздың сүннетінде айтылған Алланың есімдерінің бірі. Ұстау, сығу, тарту, кему, шектеу, жандарды алу дегенді білдіреді. Яғни Алла тағаланың көркем есімі Әл-Қабид кең мағынада былай делінеді. Өзінің әділеттілігі мен тәртібіне қарай өзі қалаған пендесіне игілігін азайтады. Тарылтушы. Пенделерін өз билігінде ұстаушы, оларды өлімге бағындырушы. Адал құлдарының игілігіне ие болу, және олардың қызметтерін қабылдаушы. Күнәһарлардың жүректерін тежеуші, және олардың бүліктері мен тәкаппарлығы себепті оны тану мүмкіндігінен айырушы. Жүректерді ұстап қысушы. Өлгендердің рухын алушы. Тамақ немесе басқа рухани немесе физикалық игіліктер болсын, кез келген адамның мұрасын азайтушы. Дүниесін Алла жолында жұмсау арқылы немесе мұқтаждарға зекет садақа беру арқылы Аллаға жақсы қарыз беретін кім бар, Алла оның берген қарызын еселеген үстіне еселей түссін, көбейтіп қайтарсын. Алла кейде ризық несібелеріңді немесе жан дүниелеріңді қысып тарылтады, кейде кеңейтеді. Түбінде бәріңде оған қайтарыласыңдар. Әл-Бақара сүресі 245 аят. Алла тарылтушы, өзінің әділ бұйрығы бойынша қалағанына пайданы тарылтатын кемітеді. Кімде-кім шафранмен немесе жай саусақпен Алланың осы көркем есімін 4 күн қатарынан 4 тілім нанға жазып, оны жесе аштықтан, шөлдеуден, аурудан, тағы басқадан сақтайды. Аспанды, жерді және олардың арасындағы барлық нәрселерді жаратушы Аллах бүкіл дүниенің әміршісі. Жанды жансыздың бәрін жаратты, жерді адам өміріне қажетті жағдайлар мен игіліктермен қамтамасыз етті. Адамдардың иелігіндегі байлық тек Аллаға тән. Ол барлық байлықтың жалғыз иесі. Аллах өз әмірімен жер бетіндегі адамды бай немесе кедей етеді. Алайда байлығы бар адамдар және орасан байлықтан құр қалған адамдар басты ақиқатты ешқашан ұмытпауы керек. Оларға бар нәрсені бар нығметтердің шынайы иесі Аллах береді, және біз қалай жұмсағанымыз үшін сұралатын боламыз. Алла қалағанына материалдық байлықты көбейтеді, керісінше өз қалауымен адамның әл-ауқатын төмендетеді. Сөйтіп адамдарды оған шүкіршілік ете ме, тәкаппарлығы мен нәпсісін тыя алмай ма деп сынайды. Адамдарда бар немесе жоқ материалдық байлықтар олар үшін пайда емес. Бұл игіліктер Алла жаратқан өмір сынағының бір бөлігі ғана. Бұл сынақта әр адам өзі үшін өткінші жердегі өмірді немесе шынайы мәңгілік өмірді таңдай алады. Егер адам дүниелік сынақтың мәнін түсінбесе және өзіндегі бар нәрсе тек өзіне ғана тиесілі және оның талантымен тапқан деп санаса, сараңдық танытып, малынан Раббысының жолында жұмсамаса, онда тезірек немесе кейінірек Раббымыз хикметпен белгілеген уақытта бір сәтте Аллах одан осы игіліктердің барлығын алып қояды. Керісінше, Алла тағаланың өзіне бергенін есіне алған пенделер оны өз жолында жұмсау, ұнамды істерге жұмсау және мұқтаждарға құрбандық шалған үшін Алла нығметтерін арттырып, ондай адамдарға сауап береді. Осы дүниеде де, о дүниеде де Алланың нәзірі көп. Құран кәрімде, ендеше, Алладан шама келгенше қорқыңдар, тыңдаңдар және бойсұныңдар. Жандарыңыздың ең үлкен игілігі үшін құрбандық шалыңыз. Ал кім өз жанның сараңдығынан сақтанса, міне солар құтылғандар.
Ал егер Аллаға жомарт қарыз берсең, ол саған еселеп сауап береді, және сені кешіреді. Ат-Тахабун сүресі 16-17 аяттар. Патшалықтың әміршісі Алла. Кімге қаласаң билік бересің. Қалағаныңды жоғары қоясың, қалағаныңды қорлайсың. Барлық жақсылық өз қолыңда. Расында, сен әр нәрсеге қабілеттісің. Әли Имран сүресі 26 аят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлләм, расында Алла арқылы кейбір адамдарды жоғарылатып кейбірін құлатады деген. Намазды оқып болған соң пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уә сәлләм адамдарға бұрылып, Аллахтан басқа ешбір тәңір жоқ, серігі жоқ. Билік соған тән, мақтау да соған тән, әр нәрсеге құдіретті. Алла, сенің бергеніңнен ешкім айырмайды, және сенің бергеніңді ешкім де бермейді. Ал құдіреттілердің күші сенің алдыңда түкке тұрғысыз деп дұға ететін. Бұл көркем сипаттар бір-біріне қарама-қарсы мағыналы есімдер. Олар тек бірге ғана Аллахты мадақтау үшін қолданылуы керек, өйткені абсолютті кемелдік осы қасиеттердің жиынтығында ғана көрінеді. Алла бір жағынан ризықпен жанды тыйса, екінші жағынан ризық несібесін кеңейтіп, мейірімін кеңейтіп, жандарды босатуда. Білім мен иман талаптарын басшылыққа алғандарды жоғарылатып, дұшпандарын қорлайды. Ол өзіне бағынғандарға күш береді, және бұл күш шынайы, өйткені Аллаға бойсынушының байлығы мен көмекшілері болмаса да ұлы. Өзіне бағынбағандарды және онымен дұшпандық жасағандарды осы дүниесінде де, ақырет өмірінде де қорлайды. Демек, күнәһардың жүрегі сыртынан айбынды болып көрінсе де, нәпсі құмарлыққа батқандықтан өзінің шынайы қалпын сезінбесе де, қорлыққа толы болады. Осылайша шынайы ұлылыққа тек Аллаға мойынсыну арқылы ғана жетуге болады, ал оған бағынбау адамды қорлық пен абыройсыздыққа ұшыратады. Аллах тағала былай деді: Аллах қорлағанды ешкім құрметтемейді. Хаж сүресі 18 аят. Алла тағала нығмет беруші де, жоқ қылушы да. Алла тағаланың нығметінен ешкім де айырмайды. Бұл әрекеттердің барлығы иләхи әділет пен хикметке бағынады, олардың барлығы мақтауға лайық. Аллах біреуді қорласа немесе айырса, оны иләхи хикметтің өзі талап етеді, және оған ешкім дәлел келтіре алмайды. Егер ол біреуді жомарттық пен нығметпен жоғарылатса, бұл оның рахымының шынайы көрінісі. Құл Алланың хикметін тануға міндетті. Мейірімін мойындап, тілімен, жүрегімен және тәнімен шүкір етуі керек. Бұндай істерді тек Алла ғана жасайды, оның бәрі оның жазғанына сай болады. Ол құлдарды жоғарылату үшін де, оларға мейірімділік көрсету үшін де, олардың қорлауына да себеп жасады. Кімде-кім істің себептерін жасаса, оның салдарымен сауап алады, және ол үшін жаратылған нәрсеге апаратын жол баршаға жеңілдетілген. Бақытты болу тағдырына жазылғандарға бақытты адамдардың жасаған әрекеттері жеңілдетілген, ал бақытсыздыққа ұшырағандарға бақытсыз құлдар жасаған әрекеттер жеңілдетілген. Бұл құлдарды жалғыз Аллахқа сенуге, қалағанның бәрін алу үшін оған сүйенуге және пайдалы істерді орындауға ынталы болуға міндеттейді, өйткені олар Алланың хикметіне жатады. Алланың көркем есімі Әл-Қабид, ұстаушы дегенді білдіреді дедік. Әл-Қабид жандарды өз билігінде ұстаушы, оларды өлімге бағындырушы және күнәһарлардың жүректерін олардың бүліктері мен тәкаппарлығы себепті оны тану мүмкіндігінен айырады. Әл-Қабид сондай-ақ өзінің әділ орны мен тәртібіне қарай қалаған адамның пайдасын азайтатын немесе шектейді. Қасиетті Құранда былай делінген: Мұхаммед, былай деп айт: бар билік бір өзіне ғана тиесілі болған Алла тағалам. Сен билікті қалағаныңа бересің, һәм қалағаныңнан билікті тартып аласың. Сондай-ақ қалағаныңды үстем етесің, және қалағаныңды қор қыласың. Жақсылық атаулы бір өзіңнің ғана қолыңда. Шүбәсіз, сен барлық нәрсеге толық құдіреттісің. Әли Имран сүресі 26 аят. Сондай-ақ Алла тағала Әл-Қабид жиырылушы, барлық жиырылулардың жалғыз көзі және шын мәнінде жиырылатын жалғыз. Физикалық деңгейде табиғат үнемі қысылу мен кеңеюді бастан кешіреді. Бұл жүрек пен өкпенің табиғи физикалық ырғағымен жүреді. Жиырылу және кеңеюде жүректің үлкен сферасының аспектілері болып табылады. Бұл ахуал деп аталатын уақытша көңіл күйлер. Бұл күйлер жүректің кеңірек сферасында үнемі бастан кешіреді, оны сезім тереңдігі деп атауға болады. Әл-Қабид ұстамдылықпен сипатталады, оған қарама-қарсы Әл-Басит кеңею қасиетке ие. Екі-екіден оқылатын Қабид, Басит қалауымен байланған жағымды рухани күйлерге қыңырлықпен жабысқандар үшін қажетті тепе-теңдікті қамтамасыз етеді. Бұл жұптың қайталануы, сондай-ақ жиырылуды ұнатпайтын және төменгі күйлерден қашуға тырысатындар үшін де пайдалы. Тепе-теңдік. Бұл күйлер Құдайдың тәжірибенің осы екі полюсы арқылы әрекет ететінін түсінуден туындайды.
Бұл жерде әл-Қабидтан басталатын 4 илаһи есім рухани күйлерді реттеуші болып табылады. Олар Құдайдың жаратылыстарды қысқарту, кеңейту, төмендетіп, жоғарылату әрекетін сипаттайды. Оларды бірге қарастырып көрейік. Қараңыз. 21-ші әл-Қабид қысып алушы. 22-ші әл-Басит жаюшы. 23-ші әл-Хафид түсіруші, көңіл күйді түсіруші. 24-ші әр-Рафиғ көтеруші, көңіл күйді көтеруші. Сондай-ақ әл-Басит кеңейетін жалғыз, кеңеюдің бірден-бір көзі. Көбінесе әл-Баситтің кеңеюінде үлкен қуаныш болады және оның сезімталдығының көптеген кезеңдері бар. Әл-Басит тамақтан, сусыннан және иістерден, музыкадан, табиғаттың керемет сұлулығынан және сіздің қуанышыңыз барлық тіршілік иелерін көтергенше, одан да керемет нәрселерден бір түрлі әсер әкеледі. Сіз өзіңізге қол жеткізуге болатын күйлер әсерлі болса да, олар өтпелі. Сондықтан әл-Қабид пен әл-Басит арасындағы қозғалысты көлденең деп санау керек. Адамның шынайы мақамына немесе жүзеге асырудың белгіленген кезеңіне уақытша күйлері әсер етпейді. Олар өткеннен кейін өткенді жоқтап, болашақтан қорқу әдетіне қайта оралу мүмкіндігі бар. Рухани саяхатшы өз жолында неғұрлым жетілген болса, ол тепе-теңдік пен сезімнің табиғи түрде қалай бірге жүретінін соғұрлым толық түсінеді.